Всем привет, друзья! Мен сіздерге бүгін өзімді қояннан таныстырдым. Бұл қоянның шөп жейтін нәрсесі. Осылай шөп қылып қоямыз, міне осылай береміз. Өзі осылай алып жей береді. Кептірілген. Бұл бізде бірінші қояды. Мына бұл сеткасы өте жақсы. Асты мына жерден кетеді, мына жаққа барлығы жиналады, сосын бұл жерден тазалап жинап аламыз. Бұл бізде ендеше бастайық. Бұл бізде қазір есігін ашып таныстыра салайыншы. Бұл бізде Миша. Миша деп айтылады. Еркек Миша, балалар жоқ, 4 айлық. Өте жақсы. Жуас, қорқақ. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Бұл құлағы орташа. Қазіргі деректе құлағы түспеген, ұзынырақ тұрып тұр. Өте қорқақ. Мені көріп тұрғаныңызда өздеріңізде. Мен қазір жерде ұстап көрейін. Бұл қорқақ қоян болатын. Бірақ бұның да далаға шыққысы келіп тұрғанда. Просто секіріп жүреді осылай деректе. Ал ендеше мен сіздерге қара қоян таныстырайын. Бұл қара қоян, еркек, 9 баласы бар, әйелі бар. Әйел ақ. 4 айлық, аты черный горилла. Көрсетіп жіберейін сіздерге. Өте сыпайы, жуас қоян деп осыны айтады. Қараңыздар. Өте жуас. Құлағыдай өзгеше, барлығынан өзгеше болып саналады. Түсі қара. 9 бала шағасы бар. Әйелі бар, әйелі ақ. Өте сыпайы, өте жуас. Өте жуас қоянымыз деп осымен және бұл екеуі қатарлас. Көрсетейін сіздерге. Осы қоян мен осы қоян екі ақ ұл бізде. Қазірше мен екі ұл. Осы екеуі қатарлас. Алдында да бар, сосын шетінде де бар, сосын тағы бар біреуі. Мен енді сіздерге екіншісін наның черный горилланың жоқ, черный горилла емес енді. Бұның емес, мен сіздерге Маша дегенді таныстыратын боламын. Ол таныстыруға кеттік. Ол мына жақта кеттік. Ал ендеше біз Машаға жетіп қалдық. Бұл Маша деген қоянымыз. Қыз 3,5 айлық. Ең кішісі осы емес енді. Бұдан кейін тағы балалар. Орташасы 4-еуі үлкен, біреуі орташа, сосын үшіншісі кішісі. Міне қап-қара өзгешелігі бар. Бұның кісәлі көзі ауырған екен, оны негізі анайға қою керек еді. Бұл көзі ауырған екен. Жақсы. Біз оны картонмен жерін жауып қойдық. Күн түспеу үшін неға күн түседі. Жемі, суы, барлығы бар. Барлығын осылай қаптап береміз. Есігін ақтанысы астын. Бұның да астын тазартып тұрамыз. Ал ендеше мен сіздерге басқаша қоянды таныстырдым. Кеттік. Мен енді сіздерге мияқта туайын деп атқан қоян таныстыратын боламын. Туайын деп атқан қоян мияқта. Майдың 7-8-іне андай туады. Бұл 2025 майдың 7-8-іне туады. Ақ қоян бағана біріншісі көрсеткендей тура, біріншісі көрсеткендей туады. Бірақ бұл қыз 4 айлық. Есімі бұл. Бағанағы ананың аты есімі Маша. Таныстырмаған болса, бағана көрсеткенде қара қыздың есімі Маша. Мынаның есімі Элза. 4 айлық есімі Элза. Өте сыпайы жуас қыз. Осы 2025 05 07-08-не туып қалады.
7-8 күніне туып қалады. Бұл енді бізде екінші қойын таныстырайын. Ол ерекше қоян. Ал енді кеттік. Достар, мен сіздерге айтқандай, мына бағанағы еркекте тұрған жоқ. Ана жақ пен мына жақ екеуі бірге тұрған еді, бірақ ана ауырып қалғаннан кейін оны не қылып қойдық. Былай және оны былай санағанбыз. Мына алда қойғанбыз кейін. Былай кетеді, былай кетеді. Бұл екеуі қарсылас. Мынау мен мынау қарсылас. Мынау екеуі бірге тұрады. Мен сіздерге таныстырайын. Бұл бізде черный горилланың әйелі. Есімі София болады. Өте жуас емес, енді сәл балаларын тисе, жуастығы болмай қалады. Құлағы сәл кішілеу, басқаларына қарағанда кіші. 4 айлық, 9 бала шағасы. Мына ана жақта қысылып қалған бір-бірінің үстіне жатып алғандар бар. Бізде 9-ын таныстырайын. 2 қара бар. 6-ы ақ. Біреуі ғана темныйлау. Сериал, короче. Міне 2 қараны көрсетейін. Міне кішкене балдары бұл. Өте күшті. 16 күндік. Бүгін 6 емес па? 16 күндік. 20-сында туылған. Өте күшті қоян деп айтады. Міне анасының баласы анаға кіріп кеткен. Әйбетіңіздер. Ендеше мен сіздерге тағы бір әселерді таныстырайын. Қоян, біздің мына қояндар бар түгел. Дұрыс көре алмай айтсаңыздар, міне жақын көрсетейін сіздерге. Ұйықтап жатыр, просто бұлардың барлығы. Міне анасының сүтін ішкісі келіп жатыр, бірақ анасы ұйықтап жатыр. Бопты. Ендеше біз кетейік, тауықтарды таныстырайын. Көрсетейін дегенім, бұл бізде тауықтар. Бұл японский көшет. Бұл бізде японский тауық. Төбесінде тұрған екен. Міне ағы бар, қоңыры бар, бір қораз бар. 2 тауық, бір қораз күніне 2 тауық жұмыртқадан туып тұрады. Міне бұл японский тауық. Өте жақсы. Білмеймін, ақылды деп айтуға болады. Біздің үйдегі жануарлардың барлығы ақылды болып сатады. Өйткені біздің папа сондай үйреніп қойған. Ақылдығы соншамалықты жеткілікті. Өте ақылды. Міне бұл төбеге шығады. Шығып жүрген. Және анау үшеуі бірге тұра алады. Бұның үйі өте ерекшемен жасалынған. Үйі өте ерекше болатын. Енді мен сіздерге қазақ иттерді және қазақский тауықтарды таныстыратын боламын. Бұл японский тауық деп айттым. Японский тауықта 2 тауық, бір қораз. Ал енді мен сіздерге басқасын таныстырайын. Өтіп, стоп, қой, тез барайық. Міне бұл гүл. Біз есіктен шықтық қазір. Кеттік. Үйдің артына кеттік. 1, 2. Міне бұл. Бұл сарай. Ана сарай. Міне. Бұл бізде қазақский тауық. Өте күшті. 4 тауық, бір қораз. Қазақский. Күнде 4 тауықтан туып тұрады, жұмыртқадан туып тұрады. Тұқымнан. Молодец. Міне бұл гүліміз. Гүлім берші бұғаларға. Мен сіздерге бұның тұқым жұмыртқаларын қалай көрсетемін. Жұмыртқаларын келесі бөлімде көрсететін боламын. Бұның өзін көрсетейін. Вот. Оның бидайы.
Бидей көп, бірақ мынақты азғантай қойыпты. Бидей бәрі өте кішкентай. Шашырик. Аншы біз ете кеттік. Бұл бізде малыш деп саналады. Есімі малыш, еркек, ақылды. Бұны байлауға салып просто үре береді. О, бұды. Бұның қолы. Өзі өте ерекше. Міне, өте ерекшелермен санады. Аяқта бір ит жатыр. Ол итті көрсете салады сіздерге. Астынан ой, қойдық. Жоқ екен, жоқ. Осы өте жақсы ит. Ақылды ит деуге де санауға болады. Ал кеттік біз. Мен сіздерге тапыр қоямын. Міне бұл бізде кішкентай қоян. 9 баланың біреуі ақ қоян алдық. Анасынан сұранып. Ал енді қалып қояйық.